сайыстың жеңімпазы гран-при дейміз. Жигенбаевтар отбасы гран-при. Бас жүлде иегері Жигенбаевтар отбасын сахна төріне шақырамыз. Барша қазақ елін 15 мамыр халықаралық отбасы күнімен құттықтаймын. Біздер жұбайым Ағия екеуміз бір шаңырақ астында 28 жыл бірге тату-тәтті өмір сүріп, 8 ұл мен қыз тәрбиелеп өсірген ата-анамыз. Алла шүкір, ол қыздарымыздың бәрі жоғары білім алып, қоғамға өз үлестерін қосып, абыройлы қызмет жасап жүр. Ұлды ұяға, қызды қияға дегендей бәрі аяқтанып, үйлі оралды болып, алды 3-4 немерелі болды. Ол қыздарым да ата-анасы сияқты балдары тәлім тәрбие беріп, Қазақстанның болашағына жауап беретін азаматы болу үшін жоғарғы оқу орындарына оқытып жатыр. Ұрпақ өмірді жалғастырушы, ана өмірді ұластырушы, сөйтіп өмір жалғаса береді ғой. Мемлекеттің тірегі отбасы. Отбасы береке-бірліктің қайнары дегендей, біздің әулет 2019 жылы Маңғыстау облысы бойынша мерейлі отбасы ұлттық байқауының бас жүлде жеңімпазы марапатына ие болды. Осындай отбасылар өсіп келе жатырған жастарымызға үлгі болсын. Салауатты ұрпақтарымыз көбейе берсін. Аллаға шүкір деп 31 немере 12 шөберенің арасында көрген білген өмір тәжірибемізбен жақсы әңгіме ертектерімізді айтып, бақыт құшағында отырмыз. Отбасы амандығын, береке-бірлігін тілеп, я Алла, өзің жар болғай деп отырмыз. Жеріміз аман, жұртымыз тыныш болғай.